Біз бүгін омыртқасыз жануарлардың ас қорыту жүйесі және астың қорытылуы туралы өтеміз. Негізінен көп жасушалылардың тіршілігіне қарай ас қорыту жүйесі де әртүрлі болады. Соның мысалы ретінде 3-4 ағзамен танысамыз. Бірінші ағзамыз ол гидра. Гидра ол сулы ортада тіршілік ететін жәндік. Оның денесі 2 қабаттан тұрады. Сыртқы қабаты эктодерма, егерде терминді аударатын болсақ, экто сыртқы, дерма тері, яғни сыртқы қабат. Эндодерма, яғни эндо ішкі, дерма тері, яғни ішкі қабат. Сонымен гидраның денесі 2 қабаттан тұрады. Эктодерма қабаты, эндодерма қабаты. Эктодерма қабатында болатын тері бұлшық ет жасушасы, атпа жасушасы, жүйке жасушасы, аралық жасуша. Ал эндодерма қабатында болатын ас қорыту бұлшық ет жасушасы және безді жасуша. Гидраның атпа жасушалары қармалауыштарында орналасады. Оның ішінде улы сұйықтығы бар қапшық, яғни капсула бар. Қапшықта шиыршықталған жіңішке атпа түтікшесі жібі болады. Мұндай жасушаның гидра денесі жабынан сәл қылтиып тұратын сезімтал талшығы бар. Судағы ұсақ шаяндар немесе ұсақ дернәсілдер гидра денесіндегі сезімтал талшыққа тиіп кетсе, қапшықтағы атпа жіпшесі жазылады да денеге жайылады. Гидра қармалауыштары арқылы жемді аузына апарады, жұтады. Жем ішек қуысына түскен соң безді жасушалар жұмыс істей бастайды. Безді жасушалардан сөл бөлінеді. Сөйтеді де ол ұсақталып қорытылады. Ас түйіршіктердің ас қорыту бұлшық ет жасушалары араластырады. Пайда болған жасуша жалған аяқтар арқылы жаңағы асты орап цитоплазмаға өткізеді. Ас қорыту вакуольдер арқылы жүзеге асады. Ал қорытылмаған зат гидраның аузы арқылы сыртқа шығады. Осындай ас қорытуды жасуша ішілік ас қорыту деп атайды. Сонымен гидрада болатын жасуша ішілік ас қорытылу. Яғни оның ас қорыту сызбасы мынандай бөлімнен тұрады. Ауыздан ас ішек қуысына түседі, ішек қуысынан ас қорыту вакуоліне барады, ол жерде қорытылады. Яғни гидрада жасуша ішілік ас қорыту болады.